Қайырлы күн достар, сіздермен әсем. Бүгін салмасында таңқурай бар және қайнатпалы кремнан жасалған ерекше дәмді қарылы тортын пісіреміз. Тортымыздың қамырын жасаймыз. Оған керекті заттар: қант ұнтағы, сары май, қамыр қопсытқыш және ұн, жұмыртқаның сарысы, ванилин қажет. Ыдысымызға ұнды және қант ұнтағын, ванилин салып араластырдық және оның үстіне сары майымыз салып барлығын араластырып үгітіп шықтық. Араластырып болғаннан кейін жұмыртқамыздың сарысын салып қамыр илейміз. Қамырымыз жұмсақ, осындай болып шықты. Енді пергамент қағаз төселген қалпымызға қамырымызды тегістеп 180 градуста 20 минут пісіреміз. Енді біз қайнатпалы крем дайындаймыз. Ол үшін асты қалың ыдысты алып қантымызды саламыз және жұмыртқамызды, ванилинімізді салып барлығын жақсылап араластырамыз. Қантымыз ерігенше барлығын жақсылап араластырамыз. Одан кейін араластырып болғаннан кейін екіге бөліп ұнымызды саламыз. Ұнымызды бірден салмаймыз, екіге бөліп саламыз. Өйткені түйіршіктер болмау қажет және араластырғанда оңай болады. Ұнымызды араластырып болғаннан кейін дәл солай араластыруымызға оңай болу үшін сүтімізді екіге бөліп салып араластырамыз. Енді қызып тұрған баяу отымызда түбі жабыспас үшін араластыра отыра кремімізді пісіріп аламыз. Креміміз пісті. Енді тез суы үшін бөлек ыдысқа салып, үстін кеппес үшін пищевой пленканы салып қоямыз. Енді ол суығанша біз меренгамызды дайындаймыз. Ыдысқа жұмыртқаның ағын салып және шетінен қантымыз салып отыра барлығын жақсылап араластырамыз. Ағарып көпіргеннен кейін үстіне жүгері крахмалын салып тағы да араластырамыз. Мен керекті диаметрді қағазға сызып алдым. Осының үстіне меренгімді тегістеп салдым және қызып тұрған 100 градус пеште 1 сағат көлемінде кептіріп аламыз. Меренгамыз кепті. Енді оны суытамыз. Меренгамыз суығанша крем дайындаймыз. Бөлме температурасындағы сары майымызды жақсылап ағарғанша миксерлейміз. Одан кейін суыған қайнатпалы кремімізді шетінен қоса отыра араластырамыз. Осы қайнатпалы крем өте дәмді әрі нәзік болады. Креміміз дайын болды. Енді біз пісіріп алған коржымызды үстіне таңқурайымызды саламыз. Сіздер таңқурайдан басқа әртүрлі басқа құлпынай, басқа да жидектер салсаңыздар болады. Осы таңқурайдың үстіне мен кремімізді салдым. Кремімізді тегістеп салып, суыған меренгамызды сындырып саламыз және тортымызды жарты сағатқа тоңазытқышқа қоямыз. Тортымыз дайын болды. Оның үстіне қант ұнтақтарын сепсек болады. Үстіне сындырып салған меренгамыз қар тәріздес болып шықты. Өте дәмді әрі нәзік, оңай торттардың бірі, әрі жеңіл. Біз отбасымызбен осы тортты ұнатамыз. Сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Осындай дәмді торт пісіріп, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Менің еңбегімді бағалап, достарыңызбен бөлісіңіздер. Және менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше күн жақсы.